Облыста Ерік Асқаров атындағы жас ақындар мектебінің құрылғанына 2 жылдан асқан. Дарынды жастардың басын қосатын алаңда тәлімгерлерге айтыс және жазба ақындық шеберлігі, мақам, машық, ұйқас және домбыра тарту сынды сабақтар үйретіледі. Бүгінде мектебімізде 40-тан астам бала тәлім алып жатыр. 5 бағыт бойынша айтыскерлік бағыт, содан кейін жазба ақындық, сонымен бірге көркем сөз оқу шебері, шешендік өнер, мақамға баулу. Осы 5 бағыт бойынша 40-тан астам бала тәлім алып жатыр. Осы 1 жылдың ішінде біздің ақын балаларымыз 15-тен астам жүлделі орынға ие болдық. Мысалы, атап айтатын болсақ, Көкшетауда, Астанада, Алматыда, Ақтөбеде өткен жастар арасындағы мүшәйраларда, жастар арасындағы ақындар айтысында, оқушылар арасындағы ақындар айтыстарында жүлделі орындарға ие болдық. Жыры мен тарихқа мәңгі табыс табатын, жырлаған елдің келер бүгінін, тұлпардың көрдік сенен дүбірін. Мына шумақтардың есі Диас Аяған облыстық жас ақындар мектебіне мүшелік етіп келе жатқанына 1 жылға жуық уақыт өткен. Жазба ақын мағынасы терең тақырыптарға қалам тербеуді осыдан 3 жыл бұрын бастағанын айтады. Өлең жазып жүргеніме 3 жыл болды. Бүгінгі осы іс-шарада өзімнің ұлы Мағжан ақынға арналған өлеңімді оқитын боламын. Жалпы өзім тақырып таңдамаймын, көңілім қалған тақырыптардың барлығына өлең жаза беремін. Осы Ерік Асқаров ақындар мектебінде оқып жүрген кезімде мен көптеген облыстық мүшәйраларға, республикалық мүшәйраларға, айтыстарға қатыстым. Бұның бәрі әрине осы Ерік Асқаров атындағы мектептің арқасында деп ойлаймын. Осы мектеп ашылғалы қаншама бала осында келіп білім алып, өз бойындағы өнерлерін көрсетіп, халыққа, елге танылып, түрлі шараларға қатысып, жүлделі болып жүр. Екінші рет ұйымдастырылып отырған ақындар мектебінің есеп беру концертінде тәрбиеленушілер өздері шығарған жыр жолдарын оқып, Абай, Мағжан, Мұқағали сынды ұлы тұлғалардың шығармашылықтарын жатқа оқыды. Басқан кебінге ұқсап, сүйекке өтер, суық құшақ, қашан қайын жетеді жас. Суға қанып, жапырақ жарып, күн болар ма шайқалатын, жылы желмен жайқалатын, құс дауысына құлақ салып. Бүгінде Ерік Асқаров атындағы облыстық ақындар мектебінде 40-тан астам дарынды жас тәлім алуда. Гүлімжан Қайырбекова, Азамат Елубаев, Первый Северный.